Ленин негізі Алашордаға, Ленин шуаш қой. Шуаш деген түрік. Мен оның анасының босанған кереуетіне дейін барып көрдім. Ол Шуаштың Васильев деген ағартушысы болған. Әкесімен Володя ғой. Володяның әкесіменен жаңағы Васильев ағартушысы ғой Шуаштың. Мектеп ашқан, екеуі мектеп ашқан. Соның парталарына дейін көрдім, бәрі сақталған. Ал оны біз анау Прилежаева, Галина Серебрякова, сосын Мариетта Сергеевна Шагинян, Лениннің ұлтын біреу неміс деп жазды, біреу еврей деп жазды, біреу қалмақ деп жазды. Айналайын, түрік халқына жақындатқысы жоқ. Енді ол түрік халқына жақындатқанда да қалай болатынын білмеймін, өйткені ол кісінің көзқарасы жалпы теріс қой. Бірақ түрік халықтарына көзқарасы жақсы болған. Өзінің шуаштарына қазіргі Ульяновскіні осыны Астанаға алсаңдаршы деген ғой, делегацияға. Сосын олар айтыпты, ол жердің бәрі орыс қой, бізге Астанаға не оңады деп. Орынбор сияқты ғой. Сосын бізге Шопақ сарыны берсеңіз болады деген. Шубақ сарыны Шуаштың Астанасы ғой. Сол секілді Орынборды қазаққа Астанаға беріп отыр. Қазақтың территориясы алғаш рет Қазақстан ретінде картаға түсті. Оғында Әлімхан Ермековтің, Әлихан Бөкейхановтардың бәрінің рөлі бар ғой, енді оған жоқ демеймін. Бірақ Ленин жоқ десе бар ғой, ол болмайды ғой. Орынборды берген ғой. Орынбор деген әрине ол ежелде татар, башқұрт, қазақтың бірігіп отырған, сүттей үйіп отырған жері. Орынбордан, бірақ Ахаң бар, басқасы бар. Орынбор, орыстанған Орынбор бізге Астана болып не оңады деп кейін Ташкентті Түркістан Республикасының Астанасы жасады 1920 жылы. Содан 25-ке дейін ол Астана болды. Бірақ Әлихан Бөкейхан оған солтүстік өңірді қоспай қалды. Қоспай қалғаны, ой, біз Орта Азия бірігіп, бұрынғы Түркістан қойын, бірігіп мемлекет бола алмаймыз. Өйткені қазақ өз алдына мемлекет болу керек деп. Қазақ ол кезде 6 миллион үстінде өз алдына, сосын өз алдына мемлекет болуға мүмкіндігі бар. Әлихан Бөкейхан дұрыс. Өйткені бар түрік бірігіп, сосын алауыз болып, оны большевиктер бұзбай тұрмайды ғой. Осындай ескерген болу керек Бөкейхан. Ал ол кезде деген Құдай-ау, мысалы өзбектер де аз, тәжіктерің де аз, басқа ұлттарың да аз ғой. Сондықтан мына 32 жылғы ашаршылықтың Украина мен Қазақстанға ұйымдастырылуы, болмаса 37 жылы басқа республикаларға қарағанда түрік халықтарының арасында Қазақстанға қаншең белін Сталиннің ерекше салатын себебі, барлық түрік халықтарының жетекшісі қазақ елі болған. Керек болатын болса, алыста жатқан Османлының өзі қазақтарға арқа сүйеген. Пеппер деген ағылшынның зерттеуі бар. Керемет зерттеу. Құдай-ау, әлгі Османлыны 5 Европа елі талап жатқан кезде, араб отарынан айырылып қалған кезде Түркия, Мағжан алыстағы бауырыма деген өлеңін жазып атқан кезде, Мұстапа Шоқай, Садық Өтегенов екеуі, кәдімгі құйма алтындар бар ғой, соны алып Санкт-Петербургке барған. Біздің бауырымыз Түркияға жәрдеміміз осы деп, атын ұмытып қалдым, елшіге, Түркияның елшісіне барып құйма алтындарын тапсырған. Міне осындай ғой. Қазақтың о кездегі ықпалы Орта Азияның шеңберінен асып кеткен. Орыстың өзі қорыққан одан. Сосын